Күніне 1 миллион теңге ArcelorMittal Теміртауды басқарған топ менеджерлер дәл осынша жалақы алып келіпті. Яғни қазақ кеншілері күнде жандарын шүберекке түйіп, жер астына түсіп қара жұмысқа жегіліп жүргенде, жылы кабинетте жұмсақ креслоға жайғасқан үнді басшылар еңбек ақыны күреп алып жүріпті. Басқасын айтпағанда 2020-2021 жылы компанияны басқарған Палаватку Кришна Найер Биджудың еңбегі жылына 375,9 миллион теңге деп бағаланды. Осыған қарабақ, ArcelorMittal'дың иесі Лакшми Митталдың Қазақстан байлығын сүлікше сорғанын көруге болады. Оған біздің сорлы үкіметте қарап отыра беріпті. ArcelorMittal Теміртау Қазақстанның байлығын ғана сорып қоймай, қаншама азаматтың өлуіне себепші болды. 28 жылдың ішінде 165 кенші шахтада басылып, ақыретке кеткен. Соңғысы 28 қазанда Костенко шахтасында тіркелді. 46 адам көз жұмды. Сонымен бұл трагедияға кім жауапты? 46 кеншінің қаны кімнің мойнында? Капиталист инвестор Лакшми Митталдың ба әлде 28 жыл бойы басыз инвесторға ләмим дей алмай келген біздің үкімет пе? Әлде Митталды Қазақстанға кіргізген ескі Қазақстан өкілдері ме? Енді міне қойшының қызы қой келгенде кестетігет дегендей, әбден іс насырға шапқанда ArcelorMittal Теміртау компаниясын Митталдан алып, Қазақстанның өз басқаруына өтетін болды. Митталдың өзін жұрт соттасын деп петиция жарылап жатыр. Әбден тозығы жетіп, түгі қалмаған компания мемлекетке қажет пе? Егер басқа инвесторға берсе, Митталдың қылығын ол қайталамасына кім кепіл? ArcelorMittal Теміртау былығына Миттал ғана кінәлі ме? Көрген дұрыс көрермені, мұны сізге көрген дұрыс. Ендеше біздің арнаға қосылыңыздар. Миллиардер Лакшми Митталды инвестор ретінде елге әкелу үшін бұрынғы билік оған көп жеңілдік жасаған. Ол салықты өте аз төлейді деп 2000 жылдары депутаттарда жиі шағымданатын. Енді міне арада 30 жылға жуықтағанда Миттал мырзаны Қарағанды облысының бүкіл дерлік қазба байлығын жегенін көз көріп отыр. Көмірмен қоса болат, қорғасын, мырыш дейсің бе, әйтеуір әлемде өте қымбат бағаланатын сирек жер металдың бәрін астына басып алған. Осы жерде қазақ байлығын түгімен қоса жұтып үйренген Лакшми Миттал Қазақстанға өзі қалай келді деген сұрақтың туындайтыны орында. Үнділік инвесторды бізге әкелген тағы бір қазақ байлығын сорып жатқан олигарх Александр Машкевич деседі. Тура Назарбаевтың алдына әкеліпті. 100 миллион теңге пара берді дегенді де айтып жатқандары бар. Безусловно, он пользовался политической поддержкой бывшего президента. Митталу никто ничего не мог сказать. Понятно, почему он получал такие преференции. Поэтому вот эта безнаказанность Миттала, его менеджеров, его руководителей предприятий за создание вот этой ситуации, то есть за то, что инвестиционное состояние ArcelorMittal Теміртау было на нуле, промышленная безопасность, экологический выброс, за это никто не понес к наказанию. Біздің биліктің ақшаға деген махаббатын сезген Миттал бәрін ауызбастырықпен шешіп келіпті. Кесірінен 28 жылда 160-тан астам адам өліп отыр. Осы өлімдерге қатысты бірде-бір лауазымды адам сотталмады. Бұған қарап, Митталды елден қуып шығудың талай мүмкіндігі болғанын, бірақ құлқынның қамын ойлаған біздікілер қуып жіберуді қаламағанын байқайсың. Мұны кезінде үкіметті басқарып, соты болған Серік Ахметовтың өзі де айтып отыр. Қырғын комиссия барып тексеріс сайын жүздеген ереже бұзушылық тауып келеді. Алайда ауыздарын ақшамен майлады ма, дереу ұмытады. Комиссияларда әлгі зауытты жауып тастайтындай барлық мүмкіндік болды. Одан басқа бізде осындай талап сақтамаған зауыттарда тексеретін еңбек инспектор да бар еді. За 3 года было выявлено порядка нарушений, более 500 нарушений, но помимо штрафов есть еще и предписание. Но именно за штрафы было наложено штрафов более 3 миллионов тенге. Вот и все. ArcelorMittal Теміртау компаниясының басшысы 2021 жылы басшы болып тұрған Палаватку Кришна Найер Биджу жылына 375,9 миллион теңге немесе айына 31,3 миллион теңге төлегені белгілі болды. Демек компания басқарушы бір күнде 1 миллион теңге жалақы алып отырған. Оған дейін басқарушысы болған Син Калонның да алғаны аз емес. Жылына 328 миллион теңге. Есесіне ArcelorMittal Теміртаудың қазынаға түсіргені мардымсыз. Мәселен, компания 2023 жылы 215 миллиард теңге таза табыс тапса, 5 жылда төлеген салығы 1 триллион теңге ғана. 28 қазандағы 46 кенші жер астына басылып қалған күні президент Тоқаев Қарағандыға көңіл айта барды. Сөйтіп Митталмен келісімді бұзуды үкіметке бұйырды. Екі басшыларын жұмыстан қуып,
орнынан жаңасын тағайындады. Бұл қызметті енді Қарағанды облысы әкімінің орынбасары болған Вадим Басин басқарады. Бірақ Басинді жұрт жақтырып жатқан жоқ. Тіпті ArcelorMittalдағы былықты тек Серік Ахметов қана реттей алады дегенді ұсынып жатқандар да табылды. Ал Миттал мен Назарбаев марқұмдардың отбасына көңілді айтқан жоқ. Асарын асап ойына келген жасаған үнді миллиардері осылай оңай құтылып кете ме? Жүздеген кеншінің өмірін қираған қышақтан иесі соттала ма? Ереже бұзушылық көрініп тұр. Көрмегенде көз жұмған сенділерше. Алаш онлайн петиция сайтында Қазақстан президентіне үндеу жарияланды. Оның авторлары ArcelorMittal теміртау компаниясының инвесторы Лакшми Миттал мен менеджер Палатова Кришнанды қылмыстық жауапкершілікке тартуға шақырды. Петиция мәтінінде соңғы 15 жылда ArcelorMittal теміртау кәсіпорындарында 100-ден астам адам қайтыс болғаны және жыл сайын бұл көрсеткіш тек өсіп келе жатқаны айтылған. Петиция авторлары Миттал мен Кришнаннан басқа ArcelorMittal теміртау кәсіпорындағы еңбек жағдайын тексеруді тиіс мемлекеттік қызметкерлерді де жауапкершілікке тартуға шақырды. Қазіргі уақытта петицияға 100-ден астам адам қол қойып үлгерді. Қазақстанның жер асты байлығын сорып алып, осылай оп-оңай мемлекетке қайтарып бере сала ма? Қазір ArcelorMittalды мемлекет меншігіне қайтару жұмыстары жүріп жатыр. Желтоқсанға дейін толық үкіметтің құзырына өтеді. Құлағалы тұрған кәсіпорынды мемлекетке өткізу өте тиімсіз. Өйткені оны ары қарай жүргізу жөндеу жұмыстары үшін қырғын қаржы керек. Одан бөлек компанияны егер сатып алатын болсақ, ArcelorMittal теміртау компаниясының атауы өзгеруі мүмкін. Бұл туралы өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Шарлапаев айтты. Апаттан кейін Амстердам қор биржасында ArcelorMittal акцияларының құны төмендеді. Компанияның бір акциясының бағасы 5,5%-ға, 21,7 еуродан 19,9 еуроға дейін түсіп кетті. Айтпақшы, Митталдың қызының тойына 78 миллион доллар шашты деп айтып едік қой. Эйфель мұнарасының маңында ғаламат фейерверк атылып, алтын мен күмістен сыйлық табыстап тұрып ұзатылған Лакшмидің қызы байынан қайтып келді деседі. Осыған қарап, кеншілердің қанымен келген ақшасына береке болмады деген сөз ғой. Қанша айтқанымызбен біздің шырылдағанымызды үндінің кәсіпкері түсінбейтін де шығар. Алайда мақсат одан кейін келетін инвесторлар осылай ойына келген жасамаса деген тілек. Әйтпегенде қазақтың басқа біреуге жалданып жүріп қайтыс болып жатыр деген сөз әлемдік сахнада абырой әкелмесі анық.